сіздермен бірге түгіл мен бүгін өзімнің басымнан өткен жағдайымды айтқым келіп отыр. Осы маусым айында 2022 жылдың 23 маусымында 25 апталық аяғым ауыр болды. 25 апта болды. Сол түнгі үште аяқ астынан бір жағдай болып больницаға барып, сол больницада роддомда таңғы 5 кезінде кесарево сечение операциясы арқылы мені тудырып алды. Бұның бәрі енді тез болды. Өзімде түсінбей қалдым, не болып жатқанын. Мен ойладым, баланы алып қалады деп, аман-есен алып. Енді кішкентай екенін білем әрине, бірақ қандай кинодағыдай көреміз ғой, вакуумға салып, енді шамалы болса да сөйтіп алып, әлдендіріп, солай болады шығар деп ойладым. Содан оянғанда спинальный наркоз берді. Спинальный наркоз берілді. Шамалы мен ұйықтап кетіппін, бірақ жартылай денем жансызданды. Бірақ мен өзім бір оянған кезінде, соңғы тігіп жатқан кезінде ояндым ішімді. Менде басында приемный покойға түскенде қатты ашуланып, айғайлап, сондай истерика, паника болды менде. Содан операция столының үстінде жатқанда мен түк болмағандай, өз еркіммен келгендей, плановый кесаревоға келгендей, сондай тып-тыныш жаттым. Мен кейін ойлаймын, маған андай успокоительный укол салған сияқты, тыныштандыратын. Әйтпесе мен біраз қарсыласуым мүмкін еді. Мен білдім, енді ол баланың кішкентай екенін білдім. Әлі өмір сүруге бейімделмеген. Ол мысалы 32 апта болса 7 айлық болар еді. Бұл енді 6 айлық болғаннан кейін түсіндім. Миым түсінді, бірақ өзім қабылдай алмадым да. Бірақ бір жағынан үміттендім. Вакуумда жатар енді, ештеңе етпес, шыдармыз деп. Содан оянғаннан кейін баламды сұрадым. Сосын маған айтты, медсестралар айтты, қазір врач келеді, өзі айтады деп. Сосын басқа ештеңе деп айтқан жоқ. Содан врач келді, естіртті, осылай деп, баланы енді алып жерлеу керек деп. Содан адамда қорқыныш болады екен де, түрлі бір сезім болды енді. Не жылай алмайсың, не сөйлей алмайсың. Қатып сол бір нүктеге қадалып жаттым. Ештеңе ойлай алмадым, білмеймін енді. Содан бірте бір күн реанимацияда жаттым, келесі күні палатаға шығарды. Палатада ол жаңағы туған әйелдер 3-ші этажда жатады, ал аяқ ауырлар 4-ші этажда жатады. Мені сол аяқ ауырлардың 4-ші этажына жататын сол отделениеға барды. Бірақ жеке бір палатаға жалғыз өзімді жатқызды. Барлық келіншектердің аяқтары ауыр, мен ғана туып келіп отырмын, бала жоқ. Барлығы интересоваться етіп, бір-бірлерімен сөйлесіп, мен әңгіме қылғандар да болды, аяғандар да болды дегендей. Сонымен мен сол ауырсынғаннан кейін, сол біраз өз-өзіме келе алмай, андай адам қайғыру керек екен да. Менде сол қайғыру, жоқтау деген басында болмады. Болмағанда мен әлі дұрыс ештеңені түсіне алмай жүрдім. Білмеймін,
түрлі өң мен түстің арасында бір түрлі болып жүрдім. Содан уколдарымды алып, егіліп, сол жерде барып келіп сөйтіп. Содан отырып бір күні жарылдым. Жарылғанда енді жылағанның көкесі болды. Бір түрлі бір сезім, ішің бір босап қалады екен. Босап, пустота, яғни бір өмірдің мәнісі жоғалып кеткен сияқты болады. Енді 6 ай құрсағымда қозғалып жатқан сәби болғаннан кейін қимайсың, өте қиын. Сол айтпақшы, сол реанимацияда жатқанда келесі күні жолдасым келіп баланы алып ауылға алып кетті, жерледі. Сонымен